Қайырлы күн. Мен Жолдықожаев Айбол Семенбайұлы Шымкент қаласында 1992 жылы 1 маусымда дүниеге келдім. Мен Жолдықожаев Айбол Семенбайұлы 1992 жылы 1 маусымда Шымкент қаласында дүниеге келдім. Ұлтым қазақ. 1998 жылы нөмірі 13 Мұхими атындағы жалпы орта мектебінің табалдырығын аттадым. Бала кезімнен зеректігім мен алғырлығымның арқасында үздік оқушы атандым. Үшінші сыныбымнан бастап домбыра үйірмесіне қатысып, көптеген іс-шараларда өнер көрсетіп көзге түстім. Бастауыш сыныпта аяқтаған соң, Шымкент қаласында алғаш ашылған Ақындар мектеп-интернатына оқуға бардым. Содан оңтүстіктің бас ақыны Әбдіхалық Әбдірайымұлына шәкірт атандым. Кейіннен мектебіміз Батырбек Өтеп атындағы дарынды балаларға арналған өнер мектеп-интернаты болып өзгерді. Ол жерде айтыс, терме, поэзия мамандықтарын терең бойымызға сіңіріп, Кәрима Оралова, Маржан Есжанова, Анар Жаппарқұлова, Ғазиза Айдарова, Табиғат Асқарова сынды елімізге танымал үздік ұстаздар білім берді. Мектеп қабырғасында жүргенде қалалық, облыстық, республикалық түрлі сайыстардан жүлде алдым. Соның бірегейі 2008 жылы республикалық Мұқағали Мақатаев мүшәйрасында жүлделі 3-ші орын бұйырды. Облыстық үкілі үміт байқауының айтыс жанры бойынша бас жүлдесін алдым. Өнерді өмірлік серік етіп таңдадым. Мектебіміз 9 жылдық болған соң, жоғарғы сыныпты Ыбырай Алтынсарин атындағы нөмірі 65 мектеп гимназиясында аяқтадым. Ұлттық бірыңғай тестінен жоғары балл жинап, аймақтық әлеуметтік инновациялық университетінің филология факультеті қазақ тілі мен әдебиеті мамандығына оқуға түстім. Сөз қадірім, өз қадірім деп білгендіктен, осы бағытта өзімді шыңдағым келді. Студенттік шақта да ешқандай іс-шарадан тасада қалмадым. Көптеген ақын жазушылармен кездесулерде болып, Мұхтар Шаханов сынды ұлы тұлғалардың алдында арнау айттым. Оқу орнымды абыроймен аяқтап, жоғары білімді маман иесі атандым. Алланың бойға берген өнерін елмен бөлісіп, халықтың қызық қуанышында қызмет еткенімде жасыратын дүние емес. Еңбек жолымды өзімнің ұшқан ұям Батырбек Өтеп атындағы дарынды балаларға арналған өнер мектеп-интернатынан бастадым. 2021 жылы ұйымдастырушы педагог қызметінде жүрдім. Дегенмен барып келу ұзақтығына байланысты 2022 жылы оқушылар сарайына ауысу тәртібімен қосымша білім беру педагогы, айтыс үйірмесінің жетекшісі болып жұмысқа келдім. Нәтижесінде Нұрислам оқушым алғашқы қатысқан қалалық айтыста 1-ші орын иеленді. Және жұмыс барысында көптеген іс-шараларда жүргізуші болдым. Оқушылар сарайына қарасты Ақсу жазғы лагерінде тәлімгер болып, балалармен жұмыс жасауды, олармен тіл табысып, көптеген іс-шараларға жұмылдыруда
үлкен тәжірибе жинадым. Көп өмір сүргеннен емес, көпті көргеннен сұра дегендей. Осы жасқа дейінгі тәжірибе мен білімімді жас буынға бөлісіп, атадан балаға, көнеден жаңаға мирас болған қастерлі қазақ тілін оқушылар арасында кеңінен дәріптеп, қазақ әдебиеті мамандығының маңызын ұқтырып, дәрежесін жоғарылатқым келеді. Қазаққа тәуелсіздік пен ана тілінің азаттығы оңайлықпен келмегені бәрімізге белгілі. Төгілген қанның, өлмеген жігердің отымен келген бұл байлығымыздың тұғыры мәңгілік болуы тиіс.